Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге тағы амандық. Біз өткен жолы Джокер шоуды жалғастырып ойнаймыз деп айтқан болатынбыз. Себебі өткен жолы задачалар қиын болды, түсінбедік, қалай болды, солай болды. Солайынан өткен болатынбыз. Давайте ғанеки бастар. Кішігірім сюжетті түсіндіріп өте кетейін. Мына жерде көрмегендер болса, менің алдыңғы видеомды бірінші частын көрсеңдер болады. Бұл екінші част. Значит, так. Мен үйде жалғыз өзім қалдым дейді. Яғни біз баламыз үйде жалғыз өзіміз қаламыз. В нем описано, как призвать шута. Будет круто, если все получится. Нужно только внимательно прочитать инструкцию и добыть нужные предметы для обряда. Сен молодецсің. Кажется, қысқаша сюжет түсіндіріп өтейін. Мынандай бір жас бала, кішкентай бала өзінің үйінде жалғыз қалады. Ата-анасы кетіп қалатын, досы келу керек болатын, пока что досы келмейінше ішім пысып отыр дейді. Сол үшін мен қазір Джинді, Джокерді шақырам дейді, Джокердің духын шақырам дейді. Иә, ең керемет идея. Иә, үйде жалғыз қалғанда басқа не істейсің ішің пысқан кезде? Так, біз білеміз, мына жерде кілтпен дневник бар екен, сол үшін сразу былайын аламыз да есік шығып кетеміз. Егер де бірінші частын көрмеген болсаңыздар, давайте бірінші частын көріңіздер. Мен ол жерде дневникті ашып керек емес. Дневникте айтады. Ей, қайда кеттің, лақтырма, бір айтам. Әлі оқу керек қой дневникті. Так, дневникті қолымызға аламыз. Не призвать шута, свеча керек, ана карта Джокер керек. Подвалға барыңыз, сөйтіңіз, бүйтіңіз, барып Джокерді шақырыңыз дейді. Енді маған соңғы қалғаны спичканы алуым керек. Спичканы аламын да. Отлично. Теперь нужно спуститься в подвал. Аха, бізге подвалға түсу керек. Подвалға түсеміз, Джинді шақырамыз. Ой, Джокерді шақырамыз. Қайда Джин? Короче, ол шақырады, пах етіп, бір нефтем ұзып шығады. Мен үйге барайын дейді. Үйге барғаннан кейін біз білеміз, қазір комнатаға барғаннан кейін бізді бір сюрпризбен күтіп алады. Үйдің планировкасы более-менее кішігірім таныс болсақ болады. 2 этаж. Камин жанып тұр. О, мынау не? Шарик тастап кеткен ба не дейді? Иә, шарик тастап кетеді. Джокер, біз оны мен алып жаруымыз керек. Жарғаннан кейін арғарай. Міне, Джокеріміздің түрі мынау. Егер де сіздер менің каналым бірінші көріп отырған болсаңыздар, барыңыздар да бірінші частын қарап келіңіз. Содан кейін бұл видеоны көргеннен кейін түсінесіздер. Өйткені мынаның бәрін қайта-қайта түсіндіріп отыратын желание жоқ, былай айтқанда. Давайте, чемодан обмотан. Так, ары қарай сұрамыз. Мынаның артында черный ход бар. Біз Джокерді қайтадан қуып жіберу үшін бізге қазір охота жасайды. Біз оны қайтадан қуып жіберу үшін дневник бойынша, жаңа дневникті қайқалықтырып кеттім мен. Дневник алған жоқпын, походу. Дневникті барып қазір мен сіздерге түсіндіріп жіберейін, сонда да кішігірім. Хоппа, дневникті ашамыз міне. Если тағы да аккуратно, осторожно болыңыз, абайлаңыз демек, келесі бетте ана жаңа Джокерді қуып жіберетін бар. Бізде, значит, келесі бет жоқ. Біздің ойындағы задачамыз келесі бетін табу, получается. Пока что бізге дневник керек емес. Сонымен ары қарай көреміз. Так, мәнде черный ход бар. Тастарды алдық. Енді, братишка, шықса үстіне. Так, үстіне шыққаннан кейін біз көреміз. Можно скорее сообщить соседям, чтобы вызвали полицию. Джокер жүр. Көрдіңдер ме? Так, біз көршілерге хабарласуымыз керек, чтобы олар полиция шақыру үшін дейді. Мына есік құлыптанып тұр, менің есімде болса. Иә, мен оны қашан өттім. Каналымды қайтадан бастағаннан кейін өткен болатын. Значит, 1,5-2 айға тағып қалған сияқты. Сол уақыттарда менің 1-2 сұраған адамдар болды осы ойын. Оу, ёп твою мать. Кет. Нағарам. Жерге ловушкалар қойып тастайды. Соларды басып кетпеуіміз керек. Сен күлмеш, Джокер. Үстім тыршып отыр кәдімгідей. Біз мына скоростьтан ары қарай тез жүгіре алмаймыз. Так, бізге бірінші задача қалай не істеу керек еді? Так, бізге бірінші задача базаны табу керек. Өйткені база... Так, воротаны табу үшін... Ой, воротаны табу үшін не? Бля, мынау артынан қалмай қойды ғой. Күте тұрш. Ну, ловушкасына түсіп қалмау керек. Главное, біздің 5 попыткамыз бар. Мен каждый жауып жүреш. Так, ал. Жоқ, артымыздан келатыр. Күте тұр. Менің үстім дірілдеп жатыр, брайча.
күлкісінің өзі күлкінішті дейтін сөз жоқ, бірақ күлкілі зат болғанмен. Так, маған бірақ сонда тоқта, мен тас табуым керек. Бірінші тасымды лақтырып кеттім ғой. Хотя бір тас алып алайын. Так, аузың жап. Так, вазаны таптық. Вазадан не шығу керек? Бірдеңе алуымыз керек қой біз. Вазадан не түсті? Неге ештеңе жоқ? Жоқ, кілт бар. Аш. Қай есік? Аш, тезі шық. Өте керемет, тамаша. Шоудың басталуына 4 сағат қалды дейді. Үстінде кәдімгідей ма камерадан көрінетін шығар, иә, ма буашки, кейде маса шағып алған жерлер де бар. Что-то осы жылы масалар көп талап жатыр ғой адамды. Так, мынаның күлкісінің өзі. Мен Джокермін деп тұрғам. Так, мен не тұрып қалдым ба не? Так, главный бакка тұрып қалмасақ болды. Стенаға жабысып. Былайын ал. Блять, сразу шыққан бойдан есіктің алдын күзетіп жүр ғой шығатын жерді. Күзет тұр. Ах, ебать. Аяғым. Аш. Қаш. Главное, тұзаққа түсіп қалмасақ болды. Қаша ғой, братан. Қаша ғой. Так, мен мынаны кішігірім алдып, үйдің мына бетінен шығып, аржағынан қайтадан кіруім керек. Өйткені ол менің артымнан қалмайтынына 100% сенімдімін. Так, қайда кеттім? Мен екінші этажды аштым, да? Екінші этажды аштым. Қай есігін ашу дейді? Аузың жап. Так, есік жауып аламыз. Мына есік ашылады. Шүкір, бұған да шүкір. Мына есік ашылады. Қайда анау? Так, hello дейді. Біз өткен жолы мынаның паролін тапқан болатынбыз. 07734. Так, өйткені басымызды былайынан керісінше былай қараған кезде 07734. Так, сейфті ашамыз, тездетіп жылдамдатып. Кілтті таптық. Енді алдымыздан Джокер шықпаса болды. Күте тұр. Мынау екінші есікке, екінші комнатаға кіреміз. Екінші комнатадан кейін не істеуіміз керек біз мұнда? Так, шкафчиктің паролін табуымыз керек. Кабинет жабық тұр. Мына беттен. Так, ваннаға кіреміз, есікті жауып жүрек шәрдей. Әрқашан. Так, мынаның ішінде душевая. Так, су. Что-то сыртта жүрген сияқты далада. Шақтардың, звуктарын естіп отырмын что-то. Так, су жоқ. Бізде су жоқ. Душты қосып olur ма? Так, нет воды дейді. Су жоқ. Су жоқ, значит, біз суды бір жерден табуымыз керек. Так, часы встали. Сағат тұрып қалды дейді. Бұл сағат тұрып қалғаннан мына жердің паролі болуы мүмкін бе екен? Так, 9, 11, 2. Жоқ, неге? 9, 11. 3 сан ғой мына жерде. Так, может 7, 9, 2. Так, 7, 9, 2. Открыть. Аш. Жоқ, дұрыс емес. Так, мынау бір жерлерде жүр. Үйдің ішінде жүрген сияқты. Мынан қара. Ловушка қойып кеткен ғой, прикинь, мен ловушкаға түспей қалай. Ой бәлә. Қаш. Жап, есік жап. Срочно. Жап. Екінші есік жап. Тығыл. Жап, тығыл. Может, бізді көрмей қалады шығар. Бізге душевая... Куда ты делся? Может, бізге душевая, чтобы тығылып қалу үшін берілген шығар. Күлме. Так, нормально, я, главное. Тығылдық, ары кеткен сияқты. Что-то бізге далаға шығу керек сияқты. Так, өткен жолғысын білеміз. Так, мынаны... Твою мать. Аш. Ашылмайды, прикинь. Сосын, так, бізді қайтадан подвалға келіп тұр, да? Мынаны ашу үшін бізге пышақ керек. Значит, скотчты біз тісімізбен, қолымызбен, бірдеңе таспен, хотя бы иголкамен ашуға болады ғой скотчты, бірақ жоқ, бізге обязательно пышақ керек болады. Сол үшін біз пышақты табуымыз керек. Мен білем қазір не істеу керегін әрмен қарай. Так, тағы бір тас алып кетейінші. Так. Не болып отыр мына жерде? Жоғарыға көтерілші, брат. Үстіне шығамыз. Так, мына жерде бізде мынаның ар жағында ағаш тіреп тұр. Өткен жолы біз көрдік оны. Сол үшін сол ағашты былайынан қарай алып тастауымыз керек. Не болып отыр мына жерде? Қалай шығамыз? Ёпашу мать.
Джокер, сен мені қорқытпа. Тоқта дейді. Иә, саған атаның басы. Мен саған тоқтап тұрады екенмін. Ай, жоп, құдайым ай. Қара, қойып тастаған жерін қара. Қойып тастаған жерін қара. Жердің бір көтіне қойып тастаған балшықтың арасында. Иә, что это за шум? Көріп тұрсың ғой көз апара мені. Так, үйді айналып өтек. Басқа вариант жоқ. Мына, тасты алып аламыз, бізге тас керек болады. Артымыздан келе жатыр, анау. Мынаған бір Бэтменді ма, бір пехотет жіберу керек еді. Суперменді ма, бір бақпытын әрдім. Все, ағашты алдық. Демек, бізге мынаның ішіне кіру керек. Так, мына ойында біз секіре алмаймыз. Значит, секіру үшін... Так, не істеу керек? Ана ағашты алу үшін мен анаған ұсталуым керек, Мен ұсталуым керек, сол кезде үйдің ішінен шығам. Так, на всякий алып кетейін, күте тұр, Джокер. Сен мені... Твою мать! Шық! Қорқытпа сен өйтіп мені, Джокер. Так, мына жерден біз септик тазалауымыз керек. Септик ашылады екен, вариантасы. Ол септик тазалау үшін бізге шелек керек. Шелек жіпке байланып тұр дейді. Оны кесу үшін бізге тағы да сол баяғы пышақ керек болады. Так, мен сонда келесі задачам не? Менің келесі задачам... жоқ, мен күте тұр, мына жерге ұсталмай-ақ. Мен күте тұр. Күте тұр. Мен подвалға келіп, через черный ход кіре алады екен ғой мен ол үйге. Мен ойлап отырмын, что қайтадан жаңағы жерден шығу үшін мен ана Джокерге ұсталуым керек шығар деп та. Жоқ, оказывается, олай емес екен. Болды, есікті ашамыз, ағашымызды аламыз. Так, тас не үшін керек маған тас? Так. Шкафчиктің ішінде ештеңе жоқ. Есік жабық тұр. Так, мен мына есікті өткен жолы қателікпен бір ашып жіберген болатынмын. Сол қателікпен ашқанда да Джокер дейді. Мен есікті ішінен ашып жіберсем, Джокер мына есіктен кіріп кете алады, да? Значит, мен бұл есікті ашпай қойсам қалай болады жалпы? Иә, сен қайдасың? Сен арғарай бар одан да. Өйткені біз арғы есікті ашсақ, бізге қауіп төнуі мүмкін. Қанекей, мына жақтан шығып көрейік. Главное, ловушка қоймасын. Бізді байқап қойды. Мына иголканы, ёп твою душу, бір жерге қойып кету керек еді. Или бізге пайдасы тие ма, тимей ма, құдай білсін. Біз қазір главный мына жерден шығып кетеміз, Мұнаны тазалау үшін бізге не керек? Шелек керек дедім ғой, шелек. Так. Келесі задачам, так. Ой, басым жетпей тұр. Иә, есіме түсті. Мына жердегі раковинаны біз тазалауымыз керек. Так, давайте. Ол раковинаны тазалау үшін бізге вантус керек. Вантусты біз ваннадан көрген сияқтымыз, соны бар ғой. Так, мынау не істейді екен? Тұра бермей. Ой, ёбанутый. Жизнь. Өмір-ай. Неге ол маған қарай қарап қала қойды? Так, алыстан келатыр. Бізде достаточно кішкене уақыт бар сияқты. Главное, алдымыздан шықпаса болды. Ең бастысы алдымыздан күтіп olmаса болды. Мына жерге қоямыз. Так, кіреміз. Тездет, жылдам, ағашты алып ал. Қайда? Так, вантусты алдық. Джокерді көріп тұрмын мен. Ол мені көріп тұрған жоқ. Мен көріп тұрмын. Сәл арғарай өтіп кетсін. Так, есікті ашамыз. Сразу бірден кухняға. Ол маған келатыр, пышақтал. Пышақталатын орын жоқ. Тасташ бірдеңені, вантус маған керек емес қой енді. Таста. Вантус маған керек емес. Тастадым, маған енді... Иә. Сен тоже меня бесишь. Так, пышақты алдық. Бізде... Ой, ёп, твою мать. Біз пышақты алдық. Бізде, значит, екі задача алдымызда шығып тұр. Чемоданды ашу и шелекті кесу деген сияқты. Ёбанутая жизнь. Кажется, мен кестім ба, кеспедім ба? Нож недостаточно острый дейді. Значит, тупой пышақ. Иә, молодец. Ойынды шығарған адамдар молодец. Бостан босқа шығармаған екен. Мынаны біз аламыз да тасқа қайрауымыз керек болады. Мына Джокерді ма, ёбан. Стой, не стой. Стой болса стой.
сен енді бір тұратын болсаң менің көрдіңде бір айырып алайын депсің ғой. Так, давай. Так, ол оң жақтан шыға ма, сол жақтан шыға ма? Күте тұр. Мен қайрап алайын, пышағымды қайрадым. Bir tas керек емес маған. Так. Все, кестім. Ой, ішіне түсіп кетпе. Жаман тупет етіп қойдым. Так, шелек. Бәлә, тағы келатыр. Мына үйді тағы айналып қашам ба немен? Марафон қылып жібердік қой мына ойында. Жүгіруден жарыс па бір жерге. Хорошо, что көп ловушка қойып атқан жоқ мына жерлерге. Өткен жолы мына жердің бәрі ловушкаға толып кетті. Так. Давай, шелекпен суды ашамыз. Маған шелек енді болмада керек емес шығар, надеюсь. Показ далада жата берсін. Джокерге ондай нәрселер керек емес. Так, біздің қолымызда пышақ бар. Суды аштық. Енді бізге әрмен қарай не істеу керек? Екінші задача бізде подвалға келіп, жаңағы чемоданды скотчпен байланып тұрған. Соны ашуымыз керек. Так, аштық. О, мынаның ішінде не? Тяжелая кукла дейді. Ауыр кукла. Ауыр қуыршақ. Мен ауыр қуыршақпен не істеймін мынау? Не мынау? Но кукла вудуға ұқсайды бір жағынан. Бірақ бір жағынан бұнымен не істеуім керек? Так, бұл кукла. Может, пышақпен кесе алатын шығарым? Острый нож, давай. Острый нож. Кесші, бір жеріне болсын. Басынан кес, қолынан кес. Көтінен тақ. Білмеймін, бірдеңе қылшы әйтеуір. Мынаны не істейміз біз ойынның ішінде? Так, анау қайда екен? О, еба, жай сығаладым ғой, брат. Қайқа келатсың? Давай, битек. Аха, куда делся? Главное, сен мен жаққа қарай жақындама. Мына звук бар ғой, барған сайын қорқынышты болды. Так, сен маған жақындама. Қайда? Ақты. Аяқтың астына қарап жүрек. Аяқтың астына обязательно қарап жүру керек. Өйткені манадан бері аяғымыз случайно қысы болып жатыр. Так, чемодан аштық. Мына кукламен не істеймін? Мынау артымнан келе жатыр. Так, братжан. Бұл не болғаны? Так, келеміз. Пианиномен ойнаймыз. Так, может холодильниктің ішіне бірдеңе табу болады шығар. Еба, мынау. Істеп тұр мұ? Анам, күлме. Тағы бір ловушка лақтырды мынау. Үйге кірді. Қаш. Үйдің артына бір ловушка лақтырып кетті. Оған түсіп қалмау үшін бүкіл нәрсені істеуіміз керек. Мен мына, так, екінші этаждағы комнаталарға бет ағашты қойып міне алам ба екен? Бірақ қайдан, Зауырдың үстіне шығып мына жерге ағаш қойсам, міне алам ба екен? Бірақ зауырдың үстіне шығу үшін де бір варианттар керек. Так, мына жерде... тас, қайқа кеттің? Ол екінші этаждан шықты ағаш жуым. Мен бірінші этаждамын. Келмей ақ қойсыз ба? Мына жерде тесік тұр, Значит, мен мына комнатаға келуім керекпін. Мына жерден... Так, күте тұр. Мынадан келіп түсіп шығып, мынадан мына комнатаға баруым керекпін, де? Жоқ, мен мына комнатада болдым ғой. Сен екінші этаждасың ғой. Қоя тұршы. Маған бір тастау болу керек сонда да. На всякий қасыма ұстап жүретін. Так, тасымызды алам. Жаңағы тасымызды случайно екінші этажға лақтырып жібердік. Так, мына кукламен не істейміз мына кукламен? Стеналарға басамыз ба, оны ритуал жасаймыз ба, не керек бұл үшін? Инструкцияда екінші бетінде жазылып тұрған сияқты, походу кукланы өсту керек. Ал бізде екінші беті жоқ. Но қайықта жүр екен, үйдің ішінде емес пе екен? Может, мен мына кукланы алып, мен мына жаққа лақтыруым керек шығар, оттың ішіне. Чо? Кірмей ма не мынау? Ары қарай. Кішкене. Әдемі. Мына жерден не? Так, кусачки дейді, кусачки тауып алдық. Бізге кусачки не үшін керек? Так. Анау қайда? Түрін көрсетейін ба? Кет. Біреуге түрін көрсетейін де өзім сәл-пәл қалдым ол ұсталып қалуға. Давай, братишка, сен менің артынан еріп жүгіреш. Мен кусачки пока что не үшін керек екенін тауып алайын үйдің ішінен. Так, туалетке кірдік, бізде особо ештеңе, важный ештеңе жоқ. Так, листіктерді жап, давай. Так,
Может, кусачки газ плитаның ішінде ештеңе болған жоқ өткен жол. Так, иә. Сетка. Болды. Так, күте тұр. Мына есік пока ашық тұра берсін, біз былай көреміз. Сеткамен не істейміз? Так, есік жабық тұр. Так, ар жағында не заттар бар? Доп бар, коробка бар. Анау келіп қалмасын, главное. Даладан болсын, іштен болсын. Так. Анау не кнопка? Таслақтырам ба анаған? Мә, шеше. Ёпты бәт. Тасым не болып кетті? Тасым қатты физика жағына бағынып кеткен сияқты ол. Қайда. Келатыр, анау келатыр, қайдан келатыр? Ёбану. Да, мен кәм шоктың үстіне шок болып отыр, анау деген бар ғой. Құлағымда наушник сірә байқырып тұр ол. Так, қайда? Үйдің артынан кетті ма? Мен демек жаңағын алам. Мына жерге лақтыруым керекпін тегізіп. Жақындан тегіз алмасам, значит, бізге алыстан былай лақтыру. О, керемет аштық. Енді әрмен қарай естеу керек. Мынау не зат еді? Вантус қой. Вантус маған пока керек емес. Так, маған главное. Ё-майо, білдім ғой. Мен сенің осында жүргенін білдім. Джокер аға ренжімеңіз, Мен тек воротаны ашып кетіп қалуым керек болып тұр үйден. Басқа вариант жоқ мына жерде. Екеуміз бір үйге сыймай жүр. Қарап тұрсаң екі этаж, сарайы бар. Неге бір үйге сыйысып тату тәтті өмір сүрмеске? Так, допты ала алам ба? Допты алдым. Допты алдым. Мен не істеймін доппен? Мына екеуміз футболник шығамыз. Мә. Жоқ, мен допты бұлай қолдансам да, лақтырсам да ештеңе болған жоқ. Ол, значит, тағда бірдеңе болу керек мынаның ішінде. Қарауымыз керек. Сен жай жүретінге мен кінәлі емеспін. Так, мынау алынбайды, мынау не? Лопатка. Рукояткасы тек лопатканың. Басы қайда мынаның? Мен не істеймін мынаумен? Жер қазам ба бейт? Так, маған демек мына екі частьтан тұрады. Лопата екі частьтан тұрады. Мен мынаумен не зат қазуым керекпін? Білейм, мына Джокер бар ғой, мен үйді шыр айналдырып бар ғой. Уақытымның бәрін алып, мен қазір көршілерге соған бір телефон тауып алу керек болып тұр тек. Көршілерім опасный, ата, если что. Сен педофил кішкентай олаға тиіп жүрсің ғой жота. Джокер деген сайын. Бізді көрген жоқ, байқаған жоқ. Арғарай кетем екен, істейді екен. Так, мен мына жерді аштым, рукоятка таптым. Енді әрмен қарай біздегі план не план? Так, кусачки бізге бұдан арғарай тек бір миссиясы болды деймін. Арғарай керек емес сияқты. Кусачканы лақтырып тастайық мына жерге. Так, мен жаңағы жерден кірген болсам, мен қай комнатаға кірдім? Мына комната жабық болды да? Ах ты, сука! Өзің ах ты! Ух ты! Ақи! Қой! Так, мен мына жерге кірдім да, мына жерден ағашты қойып былай қарай өтіп кете аламын екен? Злость дейді. Жынданба, братишка. Бәрімізде осы ойында, осы өмірде жалған өмірде, бес уақыт өмірде жай ғана бірдей айналып, айналып жүрген жандарымыз ғой. Главное, сен ловушканы тастама, жақсы ма? Яқшы ма, акасы? Так, үйдің ішіне барам, мен кукла жаңағы бәрін таптық, кусачки керек емес, доскамен. Так, екінші этажға көтерілікші келікші. Мына жерге келдік, шық дейді. Маған мынаның паролін табу керек. Значит, мынаның ішінде бір нәрсе жатқан болу керек. Так. Болды. Ловушкасын алып тастадық. Бізде су келді ма? Су бізге енді не үшін? Су бізге не үшін керек? Білем, қайықтан. Даладан көріп қалдың ба, не кәдімгідей? Күлме, родной, күлме. Мынау жабық тұр. Доски мешают открыть. Блядь, аш. Кешірім сұраймын. Кішігірім реакциямды істей алмай қалған бар.
Енді шоудың басталуына 2 сағат қалды дейді. Әрмен қарай не істеу керек? Маған дұрыстап ойлану керек болып тұр мына жерде. Так, мен ана жерді бетсем, лопатаның басын табуым керекпін де. Лопатаның басын, так, 2-ші этаждан анакондаға кірдім ғой. Екі жағы да ашық тұр ғой менде. Иә, мен екі жағында ашқан екен ғой. Мен не тут бететтім? Мен екі есікті де ашқан екен. Апхитрит, өзің мына жерге тығып қойған жоқсың ғой, мен жатырмын ғой осы жерде. Қазір осы жерде тұрған сияқты бақылап. Ёбаный урод. Терезеден секірген бойдан ловушка болып қойған. Но что-то басы қатты жасайтын жоқ керек екен. Клоундардың басы жасамай ма екен десем, қатты жасайды екен. Так, 2-ші этажда жүрмеш, главное 2-ші этажда жүрмеш. Так, менде екі жағы да ашық тұр екен ғой. Блядь, сен не істеп отырсың, Джокер? Маған 2-ші жағы керек еді ғой, менің бір-ақ жаным қалды, прикинь. Мен осыда өте алмасам, жаңаның бәрін қайтадан өтуіме тура келе ма сонда? Үстім тітіркеніп кетті ғой. Так. Қайда, не істейміз? Мен жаңағы жерде жүреді деп ойлаған жоқпын. Қайықтан кетір, қайықтан көрді мен. Қайықта кетір. Күте тұр. Көрінбей атыр. Терезеден көрінбей атыр. Так, есік жақта жүрген сияқты, бұлайына шығайықта сразу. Ах ты. Сен саған басқа сөздер үйрету керек екен, Джокер. Так, үйдің ішіне, үйдің артын, блядь. Что это за шум? Есік чап, келатыр, артымыздан кетір. 2-ші этаждамыз, главное, алдымыздан шықпайды. Ёбаный ты жизнь. Шық. Күте тұр, есік чап. Бақтыр. Мына жерден шығалам ба, мін алам ба мына жерге? Анау артым. Бля. Вы проиграли. Мен жарты сағат ойнадым и ұтылып қалдым. Не болды ал енді? Давайте, демек, біз жаңағының бәрін қайтадан бастаймыз и тез өтіп тастауға тырысамыз деген сөз. Мына жерде біз анимацияны білеміз. Дневник. Так, шығамыз. Свеча есть. Свеча бәрін алып аламыз. Карта Джокера. Карта Джокера бар. Отлично. Теперь нужно спуститься в подвал. Мына Джокерді шақырмай-ақ көтін қысып үйде диванда жатуға болмай ма екен негізі? Жақсы вариант негізі. Бірақ барымызға тура келеді. Так, көті қышып Джокерді шақырып атыр. Может, ну его. Үйдің артына кіріп кетуге болады. Солайынан тезірек болады сияқты, походу. Так, мен комнатам қайсы? Мынау ғой мен комнатам. Что? Так, иголканы алып жарамыз. Қазір бізді Джокер келеді да. Көтімізді бірақ айрат. Все, Джокер келді. Джокер, значит, бізде үйдің ішінде бір жерде жаймен бастап тексеріп жатыр деген сөз. Так, сразу тасымызды алып, мен мына ойынды осыда бітіріп кетпесем, болды, мен ары қарай мына Джокерді шыдайтын. Можно скорее сообщить соседям, чтобы вызвали полицию. Так, что за шум деп келсейші бұл? Мені көрмей қалды ма? Серьезно ма? Ну, не қылған Джокер? Так, біз онда үйдің артынан кіріп кетеміз. Мен анау ана жақтан іздеп жүр ғой, выходи дейді. Мен әлі соның ішінде отыр деп ойлап тұр. Значит, Джокер. Біз, так, есік жауып жүрекші, есік жауып қой. База қайда? База қайда мына жерде тұрған? Ішіне салып қойдың ба? Жоқ, ішінде жоқ. База қайда? Есік кілттеніп тұр. Мәш. База қайда? Кто хочет тебя обхитрить, брат? Кешір. Ешкім саған тиісіп атқан жоқ. Бәрі нормально. Так, мына жерде не? Так, капкан тұр, ловушканы сразу түсіріп кетейікші. Так, мына жерден. Так. Маха, күте тұр. Түспей қалды, күте тұр. Мынау не? Лопатаның басы тұр, мына жерде. Мана таппай жүрген лопатаның басы мына жерде тұр.
Күте тұр. Джокер. Сен аттанма, главное. Жынданба. Манадан таппай жүрген лопатаның басы скамейканың үстінде тұр, прикинь. Мен оны қалай көрмедім? Или заттар каждый ойын өткен сайын ауысып отырам екен. Мына жерде точно болған жоқ сияқты. Так, ваза орнында жоқ. Мен сонда вазаны кімнен көргенді алам? Ебанутый. Не істеді мына ой? Күте тұр, подвалға кірекші. Может, ваза осының ішінде шығар? Жоқ, ваза жоқ. Прикинь, ваза жоқ. Вазаны қай жаққа тықпайды? Сәлем айт, достар. Мен дейтін бір шөтім басқаша бір жанрмен кетіп отқан сияқты. Басқа бір сценариймен жаңағы мен ойлағам ғой, сразу келем екіншісін тақ тарс етіп. Что-то мешает открыть дверь дейді. Значит, біз мына жерге тасты тегізе алмай қалдық. Джокермен асығыс боламыз деп. Так, лақтырамыз. Все, түсіреміз. Джокер, қайдасың? Үйдің артында жүрме, главное. Маған лопатаның басын алу керек па? Обязательно ма? Так, ну ладно. Лопатаның басын өзімізден кішкене собой таскать етіп жүре тұрайық. Пока. Так, менде қай есіктер ашық еді? Күте тұр. Мен мынадан алып барып, бізге, значит, пока. Найти ключ, чтобы открыть ворота. Мен түсіндім. Қазір мен бүйтуім керек. Жаңағы жерден ағашты құлаттым ғой. Мына жерде басқа сценарий жүріп жатыр, өже достар. Мен жаңағы жерде түсірген ағашымды барып алуым керек. Не? Сыр таста. Сыр тасташ құрсын. Мен ойлағам ғой құрсын. Тағы да бір алдымнан бір деңе құрып кетті ма деп. Дауыс жақын жерден шығып жатыр. Ерте ме кеш пе мен сені по-любому ұстап алам да көтіңді айырып зорлап тастайым дейді. Так, шкафта ештеңе жоқ шкафтарда. Так, есікті ашпаймыз. Главный ошибка есікті ашып қоймау. Өйткені Джокер мынаның ішіне кіріп кетсе, мына жерде маған безопасно болмай қалады. Мен мынадан секірмей-ақ ар жағынан шығып, подвалдан былай шықсам болады. Мен подвалдағы затты алып тастадым. Так, ары қарай не істеуім керек мен? Может, вазаның орнына маған рукоятканың басын берді. Жаңағы лопатаның басында. Мен сол лопатаның басын бір жерден табуым керек шығар. Так, ағашты алдым. Так, ағашты алғаннан кейін біз ваннаға қарай жүгіруіміз керек. Өйткені бірінші этаждың ваннасы кілтеніп тұр, терезеден манағыдай кіреміз да. Так, қайықта жоқ па, главный жаңағы екінші этаждағыдай атып шықпаса болды. Так, ловушка. Сразу алып тастамасам қазір маған кедергі жасайды мынау. Так, мынау қаяққа кетті? Джокер. Көрдім. Көкемізді көрдік. Так, давай сразу бүйтейік. Мына жерге қояйық. Күте тұр. Ал. Ағаштың артынан сразу менімен бірге мініп кетпесін қосылып. Мен вантусым қайда? Мен затым қайда? Туалетті ағыз жіберетінім қайда? Засориться ететінім жоқ, прикинь. Жоқ. Су. Мынан қара. Так, бізде орын жоқ. Бізге игла бізге нафиг керек емес пока что. Қолымызға пышақты аламыз. Так, мынаның есігін ашып сразу төменге қарай түсіп кетек. Чемоданды ашуымыз керек біз өйткені. Мен ана вантусты алған жерде пышақ жатыр. Мынау сценарий дейтін кәдімгідей. Неге? Ойбай, мен тачить етуді ұмытып кетпін ғой. Так, все, бізде острый нос аламыз. Вантус мұны жақтан шықты, сәлем айт. Так, маған лопатаның басы пока что не үшін керек екенін білмейтін қазір. Что это за шум? Так, вантусты аламыз. Жүр, кеттік, қашты. Маған негіз үйдің артынан шыққан тыныш еді. Былайынан бүкіл үйді айналмайды. Ой. Сен отыра алмайтын шығарсың. Ема, шүкір отыра алмайды екен. Тек түзу жүретін Джокер екен. Ол да секіре алмайды сияқты, походу. Так, маған артынан шығып, раковинаны тазалауым керек. Ары қарай. Кеттім екен, алыс кеттім екен. Так, үйдің ішіне кірмеген шығар да. Так, раковинаны тазалаймыз. Вантус керек емес. Біз кілтті таптық. Ё-майо, алдымыздан шықты ғой. Давай бәрін тазалап қойдық, да? Демек, мен кілтті таппайтын жерлерден ваза жоқ. Что-то не болып жатыр мына ойын.
адам басын айналдырып отыр. Қай жақтікі? Мынау емес? Мына. Аха, мында кіреміз. Мында кіреміз. Сразу мен бұл жерді уже білем. 5 саусағындай білем. Так, күте тұр. 077 34. Давай поиграем. Давай ойнайық. Не зат мынау? Так. 077 34. Hello дейтін сөз шығу керек. Так, кукла енді бізде мына жерде. Так, мен мына жерден шығып, былайынан ағашты қойып көрдім, шығып кете алмаймыз. Демек, бізге төменге түсу керек болады. Джокер, қайдасың? Аха, күте тұр. Джокер далада екен. Күте тұр. Лақтырамыз, күйіп кетсін. Бірдеңе шығу керек. Так, кусачканы аламыз. Қаш. Менің артымнан келатқан болса, мына жерден шығу керек. Күтінші, иә, келатыр. Мен демек үйді айналып барып, кусачкамен ашуым керек. Воротаны. Так, аштым. Так, алыстан лақтыруды ұмытпаймыз. Так, аштым. Воротаны аштым. Демек, бізге воротаның ішінде лопата емес басқа бірдеңе жатқан сияқты, походу. Мен мана бірдеңе таптым. Кешірім сұрайын, мен серьезно ойлаған жоқпын. Воротаны ашқан бойда ана воротадан шығады деп. Базар жоқ, вот это эмоция прям. Так, маған тас керек болады. Демек, мені әлі мында қамаған жоқ, тиесілі терезе шағылмаған болса. Так, тасын да алғаншы, мына жерде. Қаш. Мені шошыту. Мынаны ашу абсолютно былай айтқанда оңай емес екен. Решеткаға түскеннен кейін, когда как сияқты, былай 2-3 рет, кейде 4 рет дейді. Так, мына жерден шықпайды шығарсың да, бірақ. Так, мен воротаның ішіне күте тұршы. Әне жүр ғой, әне жүр. Так, кішкене әрмен қарай кетсін, әрі қарай. Так, симай атып көрінбей атсың. Әрі қарай кеткеннен кейін біз не істеуіміз керек? Иә, ворота есіме түсті. Воротаны что-то алыстан бір бейтіп қарау керек сияқты ғой. Дәл алдына шыққанына қарағанда. Так, не бар мына жерде? Не бар? Тас? Ваза, вот ваза, сен қайдасың? Что это за шум? Ваза, ішінде не шықты? Так, тасташ. Что это за шум? Так, кілт. Қайда мынау? Дауысы қайдан шықты? Менде кілт. Демек, екінші этаждың кілтін табуы деген сөз. Мұна екінші кезеңінде біраз нәрсе табылып отыр. Бұлай қарап тұрсақ та біріншісіне қарағанда. Так, барамыз. Екінші этажға көтеріліп кетейікші сразу. Так, есікті ашамыз. Анау клон келмей тұрып есікті ашамыз. Лопатаның асты. Лопатаның басы менде төменде қалып қойды. Не істеймін мен? Лопатаның басы төменде қалып қойды менде. Так. Мен мына жерге кіруім керек. Мен ана жерден шығу үшін мана далада көргенімдей. Так, су бар ма еді? Біз шелекті тазалаған бедік. Жоқ, біз әлі суды ашпаған екенбіз ғой. Бізге ол су не үшін керек әлі түсініксіз, бірақ істеп қоя берген жақсы еді білетін заттарымды. Так, доска бар, кусачки бар. Так, кусачки маған керегі жоқ, керек емес болады, да? Так, мынау бір жерлерге мінуге керек болады. Острый нож жаңағы шелекті кесуге керек. Пока что мына жерде тұр. Мына жерде тұр. Аш. Тығыл. Көрмейді шығар мені. Көрмей ма? Көрмейді шығар. Тоқта. Ё-майо. 2 сағат қалды. Шоудың басталуына 2 сағат қалды. Мен мына жерде бәрін білгенмен мынау дейтін мені шошытуды қояр емес что-то. Хочешь от меня сбежать? Менен қашып кеткің келе ма дейді. Мен жаңа қайқа лақтырып кеттім басын. Подвалға лақтырған сияқтымын да, походу. Қазір барамыз, подвалға барамыз. Рукоятка. Мына екеуін қосуымыз керек бізге. Енді біз бұл лопатамен не істейміз? Күте тұр, прячься, не прячься деме маған. Тығылма деме, қазір көреміз. Сен ойын басталғанда мына жерде жүр едің. Әлі осы жерде жүрсің, күте тұр. Мен істеп тұрып қалдым ғой. Так, бізге шелекті алу керек. Так, пышақ бізге пока что керек.
Так, мен не беремін, что за баг? Кішкене ары қарай кеткенін күтейік Джокердің. Так, маған қазір шелекті алуым керекпін. Шелекті алғаннан кейін суды тазалап ашу керекпін. Так, шелекті аламыз. Аха, ё-моё. Давай, пока что шелекті аламыз, суды тазалаймыз, әрмен қарай не істейтінімізді дальше көре жатармыз. Пока что тек главный 2 жанымыз қалды. Шоудың басылуына 2 сағат қалды деді одан. Ей, тартшы. Суды аштым. Джокер мені әлі көрмеген сияқты да. Суды аштым. Шелек маған пока керек емес, таста. Анау қаяқта мен главный Джокерді андай в точке поля зрения алу жүруім керек. Көзбен Джокердің арасы осындай болу керек примерно. Мен қайда жүргенін біліп тұруым керек. Өйткені жаңағыдай жүрек шошитын моменттер көп болмау керек. Өйткені мына жерде өліп қалсақ. Так, ваннаға кіргенде вантустың орнына пышақта. Лопатамен не істейміз енді? Так, 2-ші этажға мынаған шығу үшін бізде... жоқ, біз мына жерде пароль таптық қой, Парольді таптық. Демек, біз мына жерге кіре аламыз. Қазір Джокер тауып алайын мен главное. Қай жерде жүргенін? Джокер, үйде жүрген жоқ шығарсың да? Так, 1-ші этажда жүрген сол ма? Так, жоқ, маған... Мен мұнда нешін көрдім? Мен мұнда? Маған аржағы керек қой, арғы балкон. Арғы балкон ол затпен... Жаңағы не зат еді, ағаштармен қоршалып тұр. Одан арғарай өтіп бет алмаймыз біз, демек, мына бөлме бізге бесполезный. Бізге үйден шығып кету керекпіз, срочно. Мына даладан мені қалай көріп қойды? Срочно, кәш. Сен күте тұр. Жақсы ма, мен мына жерде кішігірім басым жетпей жатыр. Так, мен лопатамен жерді қазуым керек қой. По-любому лопата жер қазу үшін. Так. Не істейміз? Так, таста, лопатаны таста. Таптым, прикинь, тауып алдым. Гвоздодер. Значит, бізге гвоздодер 2-ші этаждағы жаңа шегелерді алып тастауға көмектеседі. 2-ші этажға шығып кетпеші, Джокер. Сен опаснысың, что-то. Жүрмейтін жерің жоқ. Давай, сейчас алып тастаймыз, есік жабамыз, артымыздан есік. Так, аузың жап. Мына жерде не бар? Алып кететін ештеңе жоқ па? Так, бинокль? Күте тұр, гвоздодер, таста. Қоя бер. Бинокль? Бинокль. Не видно. Все в грязи. Так, бізде бинокльмен қолдандық, ештеңе көрінбейді. Су болып жатыр дейді, жаңбырдың суына жуып аламыз ана жерде тұр. Так, мына жер қалай? Күте тұр. Жаңа мен не дедім? Мына жерден кіруге болады дедім, да? Джокер менің артынан никак кіре алмайды. Так, мынау басым жетпей жатыр. Күте тұр. Маған ойлану керек. Джокер ана жақта жүр, менің қолымда бинокль. Бинокль. Бинокльмен не қараймыз? Көршілердің үйін қарайтын шығармыз, может. Сәл басым жетпей жатыр. Так, кішкене ластау дейді, ештеңе көрінбейді дейді. Так. Бинокльді ашамыз. Аха, сен маған келгенмен не істей аласың, Джокер. Қолың 2 метр осы жалпы. Мына жерден мені ұстай алады, мен пока что мына жерден былайынан өтіп көрейінші. Так. Уау, братишка. Кешір. Үлкен қателік жасап қойдым. Құлап кеттім. Так, сен қайдасың, ой, братишка. Шық, бер қарай. Хотя бы далаға шықшы, мен 2-ші этажға шығайын. Мен даладамын. Келе ғой. Ол үйдің ішінде жүрген сияқты әлі. Менің қолымда бинокль бар, пышақ бар. Пышақ бізге пока что керек емес сияқты. Бар өте жаққа тастай берейік, бәрін осы жерге жинай береміз. Так. Анау 2-ші этаждан түсем екен, түспей екен. Мен біліп тұрмын, жаңағыдай шошып жібереді сияқты. Аха, сен түскен екенсің ғой, чмошник. Давай, кел. Мен жерге қарап жүрем, ойымдамай. Сен ловушкаларыңа түспеймін. Ай, ё-моё. Көрінбей қалды. Прикинь, дұрыс көрінбей қалды. Попался!
көрінбей қалды. Прикинь, мен ловушкасын көрмей қалдым. Өйткені даже мына жерге де ловушка қойып кеткенсің ба не? Так, тасымды алып алайыншы на всякий. Так, мына жерден шығамыз, көреміз. Мына бинокльді тряпкамен ба бірдеңемен сүртіп жіберу керек дейді. Ештеңе көрінбейді. Так, бинокльдің көзі, қалай айтайын, бинокльдің стеклосы балшық болып отыр, ештеңе көрінбейді дейді. Значит, біз мынаны көршілердің ауласынан бірдеңе көріп тауып алуымыз керек. Ема. Может, ауланың сыртына қарап, манағы бір шкафчик аштық қой, 3 пароль тұратын. Соны көретін шығармыз. Менде соны попытка, если что. Мен мынаған ұсталып қалмауым керек. Неге ловушкалар көп? Таста. Ахаха, күте тұр. Есік жап. Ловушка көп. Аяғын қысып алма, күте тұр. Бля, зәремнің бәрін ұшырды ғой мынау. Қайдасың? Үйдің ішіндесің ба? Мен бар ғой, ана. Алып тастайыншы ловушканы. Ловушканы алып тастадым. Ол мені көріп қалды. Біз үйді тағыда қайтадан айналып қашамыз деген сөз. Марафон жасаймыз, давай. Дым қоймаған шығарсың да, мына жерге түстім ғой уже. Бір рет емес, бірнеше рет түстім, если что, білетін болсаң. Так, давай, біз демек бірден екінші этажға көтеріліп кетейік. Солға келеміз. Так, есіктердің бәрін жауып. Так, мына жерден қалай. Так, суға жуалам ба, суға. Так, қалай. Қай суға? Қалай жуат мынаны? Күте тұр. Так-то лучше. Болды. Жудым. Қарауым керек екен мен, оказывается, суға. Так, анау келатқан сияқты бір жерден. Мен мында кірем, есік жауып тығылып қалып, мына жерден шығып, мында отыруым керек. Қараймыз, көреміз, есік жауып жүрекші, на всякий. Чтоб мен шошып жүрмес үшін. Так, жаймен аккуратно өтіп көрекші мына жерден. Құлап кетпейтіндей болып та. Стенаға тақалып жүреміз ба, бірдеңе құлай. Так, әрмен қарай мына жерден тоже өте аламыз да, бұлай. Давай. Асықпа. Үлкен жерге жетіп алшы, главное. Так, есік жап. Так, нормально келдік. Мына жерде ағашымызды қоямыз. Главное, төмен қарай түсіп кетпесе ол. Так, ағашымызды қоямыз, тіке өтеміз. Сен қолың жетпейді шығар, Джокер. Ақтай болғанда. Сен күте тұр. Тұрып қалдым. Главное, тұрып қалмау керек. Біз мына затты аштық да, біз мына комнатада болдық па, болмадық па? Это за шум. Так, бинокль. Мен бинокльмен не істедім ана? Мен лопатаның астын тауып алдым. Ол бірінші ойында, походу. Так, мына жерден келеміз. Есік жабық тұрған сияқты. Мынада ящик с замком дейді. Мына жерге кілт керек. Кітапты ала алмаймыз. Кітап бізге ештеңе керегі жоқ. Біз сонда мына есікті не үшін аштық? Бізге демек мына жерден кілтті табу керек. Кілтті табу үшін мен манағыдай айналып келуім керек па? Или мына есікті ашсам, ар жағынан Джокер жүрмей ме екен? Кім кепіл? Джокер далада. Есікті ашамыз. Так, күте тұр. Так. Күте тұр, бинокль лақтырма. Что это за шум? Блядь, сука, шық. Қаш, отыр. Кете, көтім жеме. Сен мен саусақтарым көрдің ба қалай қозғалатын? Ары қарай кетіп қош. Ты меня бесишь. Мен бірдеңе табуым керек, мына жерге. Джокер келе алмайды. Так, терезелерде ештеңе жоқ. Так, мына жақта ештеңе жоқ. Анау кетті ме екен төменге қарай? Менің соңғы жаным қалды, если что. Мен мына ойында ұтылғым келіп отырған жоқ.
манадан бір 3 жаным 4 жаным болған соң бір кішкене бүйтіп ойнап анаумен сөйтіп жүр едім. Соңғы жаным болған соң қаншама еңбек, қаншама тер төгіліп жатыр мына жерге. Так, надеюсь, кеткен шығар да. Если что, на всякий любой мына жерден қашып шығып кете аламыз. Так, есік жауып қояйықшы. Анау не? Бірдеңе тұрған сияқты мына жерде. Көрінбей тұр. Так, 7 деген сан тұр. 7 деген санды көріп тұрмын. Мен бұлай қарай шықсам. Так. Кездестіріп қалмайын бекен. Так. Бірден, давай. 7, 3, 6. 7, 3, 6. 7, 3, 6. Так. 7, 3, 6. Ой, жазбай отырмын ба не? 7, 3, 6. Открыть, бас. Так, ашылды ма? Ашылды. Отмычка. Бізге отмычка не үшін керек? Отмычка. Может, манағы жердегі затты ашуым керек шығар. Маған кілт керек дедім ғой. Кілт керек емес, значит, біз оны отмычка дейтін. Білмеймін, примерно отвертка сияқты. Отверткамен аша аламыз сияқты. Аша аламыз сияқты деген былай дейді. Аша алатын сияқтымыз былай айтқанда. Так, тіке жүреміз, асықпаймыз. Главное, асықпа. Еңбегіміз далаға кетпеу керек. Далада жүр. Главный, все. Бір жерден күтіп болмаса ол үйдің ішіндегі маған тас керек бола ма екен? Тас. Так, тас. Комтак. Ё-моё, зачем? Мен ананы айналып келдім, мен ананың есігін ашқан екен ғой давно. Ішінен. Так, аштым. Кілт. Ключ от замка дейді. Ключ от замка. Кілтті таптым. Мен мұнда кірем. Күте тұр. Есік жабамыз. Бұлай кіреміз. Қайдасың? Аха, сен үйді айналып кел пока что, жақсы ма? Мен осы жерлерде бола тұрам. Менде кілт бар, если что. Үлкен заборды ашалады сияқтын. Мен мұнаған бар ғой, анау адамның басы жетпейді сияқты. Давай, ловушкаға түспеуіміз керек. Анау екінші этажға кеткен сияқты. Давай. Аштық. Қаш, жүгір. Бум. Әдемі ма? Джокер. Жынданады ғой еще. Мен осы жолы өтем дедім ба, ақыры өтіп тастаймын ода конца. Давайте. Так, осындай ойындар, шолу, хоррор ойындар, және де басқа да хоррор емес ойындар сіздерге қызық болса, екінші ойында қараңыздар. 24 минутта өткен екенбіз, потому что мен уже профессионалмын деп санасақ болады. Әңгімем жалғастырамыз. Жаңағы реакциялар ұнайтын болса, лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арманды. Қош, сау болыңыздар.